келдіңіздер үйге, төрлетіңіздер, кіріңіздер. Көптен күткен рум-турдың бірінші бөлімі. Бірінші біз әрине кіреберістен бастаймыз. Қандай әдемі кең айна күтіп алады, және айна мынандай әдемі қарасаңыздар бұтақпен жалғасады. Құтты бір ағаштың ішінен шығып тұрған секілді. Менің тұрақты оқырманым біледі, стористе осы пеньотты, яғни қазақша айтқанда дөңке дегенді көбісі жазып жатыр. Дөңке ғой, жұлдыз деп, ет шабатын едік ауылда деп. Шын мәнінде осындай отырғанда да аяқ киім ауыстырғанда да актуальны, өзіме қатты ұнады. Менің жалпы стилистикама үйімнің өте әдемі келіп тұрды. Енді ары қарай бұл консоль қолдан жасалған әдемі бусинкалармен осындай. Және байқасаңыздар, мынау қабырғада ілініп тұратын шам, бұл да ерекше стильде, латуннан құйылған, қолдан жасалған ағаштың элементі. Бұл холдан былай қарай жатын бөлмеге кететін зона, былай қарай қонақ бөлмеге. Қонақ бөлмеге кірмес бұрын менің артымда тұрған әдемі картина болады. Неге десеңіздер, бұл ваза, және бұл вазаға күнделікті гүл салынып тұрады, әртүрлі гүлдер. Сол гүлді қойған кезде әдемі картина болады. Алдағы уақытта мен қалай көрінетінін көрсетемін. Әрине гүл шоқтарын жіберіп тұрсаңыздар. Жалпы 98% үй бітті. Сондықтан шыдамсыз танытып жатқан көп оқырманыма рум-тур жасайын деп шештім. Бұны алдағы уақытта тағы да көрсете жатамын. Сондықтан біз қонақ бөлмеге өтелік. Бұл қонақ бөлмеде әрине бұл ТВ зона. Теледидарға да тапсырыс беріп қойдым. Астында шпоннан жасалған подвесной ТВ зона. Түсі де өте нежный оттенок. Әне мынандай әдемі полочкалармен. Жарық өте көп түседі. Перделерімді өте өзім секілді нәзік, жеңіл, ең бастысы шаң жинамайды. Қолданысқа күнделікті өте ыңғайлы матадан тапсырыс берілген. Аппақ әдемі жиһаз. Отбасымызбен осы жерде күнделікті кешке жиналып кино көреміз, сериал көреміз. Үйдің жүрегі десем де болады бұл зона. Өйткені осы жерде екі жандардың барлығы шоғырланып жиналады. Ал енді жоғарыға қарасаңыздар, жарық. Бұл шам, мен медуза деп атаймын, әдемі, әртүрлі көлемде. Бұл жерді мен үйдің жүрегі деп бекер айтқан жоқпын. Өйткені байқасаңыздар, міне артымда тұрған барельеф, қолдан жасалған шебердің жасағаны емен ағашы. Ұзақ ғасыр жасайтын ең мықты, жалпы қазақ ұғымындағы қуат пен бірлікті білдіретін ағаш болады. Алдағы уақытта дастархан болады, яғни стол келеді. Орындықтарымен оған арнайы тапсырыс беріп қойдым. Сол үшін де еменнің жанында болсын деген бұл әдемі дастархан басына жиналатын орынға жасалды. Мына бір әдемі есікке көшетін болсақ, бұны да байқасаңыздар, тұтқаны мен ұзақ уақыт бойы іздеп жүріп, арнайы шеберлерге тапсырыс беріп, қолдан жасалған. Бұл да яғни емен ағашының жалғасы бұтақтардан. Қыздар, бұл бізге керекті бөлме, әрине прачка деп аталады. Шағын ғана қылып жасадым. Неге десеңіздер, үйдегі төсек орындар, одан кейін үтіктейтін орын, міне мәселен, мына жерде холодильный доска, үтіктейтін орын. Осыны осылай тық қойдық та. Және үтікпен үтіктейміз. Мында тоқ бар, өте ыңғайлы. Және көптеген заттарды осы жоғарыға салып қоямыз. Оның үстінде чемодандар бар. Чемодандарға арналған мынау арнайы үлкен орын. Мұнда байқасаңыздар, кір жуатын машина және кірді кептіретін машина. Турникет жасаттым, арнайы үтіктеген кезде киімдерді іліп қойғанға. Барлығы ашық тондар, ал бұл гостевой санузел. Испанский керамогранит, широкоформатка, ятор деп аталады, қателеспесем. Керамограниттің маған ұнағаны, ешқандай стыктары жоқ, байқасаңыздар. Ең көлемді керамогранит болғанын қаладым. Кіреберісте осындай шағын киім ілетін шкаф орналасқан. Материалы шпон, табиғи ағаш және ручкасы осындай интегрированный. Дайын болсаңыздар, мен өзімнің
жатын бөлмемді көрсетейін. Кіреберістен мынандай әдемі үлкен айна орналасқан қабырғада. Ал сол жағында бұл гардероб, яғни киімдерім тұратын бөлме. Ал мынау менің төсек орным. Керемет, иә? Неге балдахинді қалағанымды айта кетейін, өйткені жатын жерді, рабочий зона бар, гардероб бар. Жалпы бұл жерді мен изолировать еткім келді, сондықтан осындай балдахинный жеңіл матада, дышащий ткань, және шаң жинамайтын мата деп осыны таңдадым. Байқасаңыздар, осындай әдемі арнайы тапсырыспен жасалған радиаторды орналастырды. Интерьерде әдемі өте келе қалды. Түсі де, жалпы осы объемы да, биіктігі де, ені де менің жатын бөлмеме үйлесе кетті. Ал бұл әрине Рабия Сұлтанның төсегі. Ол бұрышты мен деген ұзағынан ұзақ дайындадым, күттім. Кеше дегенде осы кітаптардың барлығын реттеп қойдым. Бұл менің жұмыс орным. Екі тартпа, бұл маған жеткілікті. Және осындай подсветкалар бар. Егер де мына атмосфераны өшіріп тастап барлығын осындай бір оқығым келсе, кітапты міне осындай светильниктер қойдым. Әдемі, иә? Әлемге әйгілі архитектор Антонио Гаудидің шығармаларынан шабыт алдым десем де қателеспеймін. Осы Гаудидің идеяларынан алып, осында жалпы интерьерді келістірдім. Байқадыңыздар ғой деймін, мен қабырғаларымда ешқандай бұрыш жоқ. Барлығы осындай етіп домаланып кеткен. Бұның барлығы Гаудидің идеясына. Жалпы Гауди өзі не жақсы көрген? Өзінің барлық жобаларында Кассе де Вью, Кассе де Батьо деген проектілеріне барған кезде, қазіргі таңда Парк Уэльдің өзіне барған кезде барлығында табиғатпен үйлестірген архитектор енді керемет. Сондықтан да бұл үйдің идеясы осы Гаудидан туындады. Алдында өзім сіздерге айтып кеттім, Рабия Сұлтанның бұрышын дайындап жатырмын деп. Бұл енді күнделікті Рабия Сұлтанның здесь и сейчас деген заттары тұрады осында. Өте ыңғайлы тартпалар ол жерде Рабия Сұлтанның жүргектері, жаялықтары, киімдері жалпы осының ішінде. Әрине, одан кейін ауа тазартқыш. Бұл өте қажет дүние біздің үйдегі. Бұл біздің жуынатын бөлме. Бұл жерде ең бірінші мен мына нәрсені айтқым келеді. Бұл жердің тасы травертин. Травертин тасын мен өте ұзақ таңдадым десем де болады. Кең көлемді керамогранит болғаннан кейін тоқтадым. Неге десеңіздер, бұл да қарасаңыздар ешқандай істік жоқ. Ал келіп осы жерге жабыстырып орнаттық. Айта кететінім, қабырғаларды мына беті бұрыш болмағандықтан бұл жерге біз керамогранит емес, микроцемент. Қазіргі таңда актуалды микроцементтен жасадық, мокрый зонаға болады деп айтқаннан кейін, бірақ білмей көреміз. Алдағы уақытта өзім пікіріммен осы микроцемент жайлы бөлісемін. Негізі мына жерде басқа лавочка тұрады деп елестетіңіздер. Бұл да декоративный, өте әдемі. Ал мынау әдемі есіктің артында гардероб, киім-кешек, аяқ киім, жалпы ел адамға қажетті заттардың барлығы осының ішінде. Бұл да сіздерге ашып көрсетпей қояйын. За закрытыми дверями остается вот это вот весь секрет. Менің бір құрбым айтқандай, сенің үйің бозжыра деп. Расымен де бозжыраға ұқсайды, өйткені Ақтауды өте қатты жақсы көремін, табиғатқа қатысты барлық дүниені жақсы көремін, Қазақстанымды сүйемін, кең байтақ жерімді, табиғатпен байланысты үйлесім тапқан жоба дер едім. Келетін дүниелер алда бар, алатын дүниелер бар, мәселен стол, орындық, бір ғана люстра жетпейді, кілем деген секілді. Оның барлығы ұсақ-түйек дүниелер деп ойлаймын, сондықтан оған мен акцент қойып жатқан жоқпын. Болар бастысы біз үйге кірдік. Бүгінге бірінші бөлім турдым жетеді деп ойлаймын, өйткені осының барлығын көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіп, құттықтауларыңызды жаза кетсеңіздер, мен оқимын барлығын. Ал ас бөлмені, ұлдардың, қыздардың бөлмесін өздерінен рұқсат сұрап, екінші бөлімде көрсетемін. Баршаңызға, назарларыңызға көп рахмет. Үйлі болғысы келіп жүрген жандарға жұғысты болсын.